Армысыздар тәуелсіз қазақ елі. Қазақстанның тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің медицина және денсаулық сақтау факультеті ұсынып отырған тәуелсіздік ұлы мұрат, қастерлі ұғым атты азаматтық патриоттық іс-шараға қош келдіңіздер. Іс-шарамызды академик Төрегелді Шарманұлының сұхбатымен бастаймыз. Қазақ жастарының болмысы қандай болу керек деп ойлайсыз? Біздің өзімізге тиесілі көк даламыз, мысалы көкжиегіміздің. Соның бәрін сақтап қалу ата-бабаларымыздың алдындағы кәдімгідей парыз. Мен намыстанамын кейбір жігіттердің істеріне. Бір мазақ қылды ғой. Сен орыс балам десең, алдымен қазақ бол деген бірдемені шығарды. Шама келсе, қол жетсе ағылшын тілін игеру керек. Орыстың тілі ол қарабайыр тіл, қауқар біздің қазақ тілінен асмайды қазір мысалы. Ол бірінші айтатын ағылшын тілін білу керек, ол ортақ тіл. Бұл пайыз 75% халықтың дүниесінің ағылшын тілінде айта алады, сөйлесе алады. Сондықтан бұл артта қалмауымыз керек. Біз өзіміздің шеңберімізден сыртқа шығуымыз керек. Біз қазақ деген ұғымды сыртқа дәріптеуіміз керек. Қазір тәуелсіздіктің 30 жылдығы ғой. Сол тәуелсіздіктің 30 жылдығында Қазақстанның медицинасы қаншалықты дамыды? Өзіңіз қалай ойлайсыз? Сіздің өзіңізде көптеген ауруларға шипа таптыңыз. Енді біз ол уақыттарда айта алмайтынбыз. Сөйтіп біздің санымыз аз қазақтардың. Біз тәуелділікте жүрдік. Әрине, медицина деген ол былай қараған уақытта соғыс кезінде жаудың әскери жараланып түссе, соған көмектесу керек дейді. Солай медицинаның өзінің жалпы былайша дүниежүзіне емес, бұл адамзатқа біздің мүмкіндігіміз, егер жаудың жарақаттанған әскерге соған көмектесу керек бізге. Адам адамға дос. Тек ғылыми медицина деген өз бетімен тырым-тырақай қашып, ал қол жетімді қазақтар ғасырлар бойы өмір сүріп кетті. Қазір научный медицина деген болған жоқ. Сол бақсы-балгерлердің кәдімгі уағыздауындағы пайдалы жағын алу керек қолға. Жалпы ұзақ ғұмыр сүрудің құпиясы неде? Оны көпшіліктер айтады, ананы үйт, мынаны үйт деп баяғы тамақты дұрыс істейді. Сонда қалай ол? Мысалы, мен ол дұрыс әйіне, дұрыс тамақ ішу керек, мүмкіншілік пайдалану керек, адам тоқ жүру керек. Баяғыда айтқан, тоқ бала, аш бала мен ойнамайды, ешкісін аш болам деп ойламайды. Иә, қымыздың қадір қасиетінің керемет екенін көрсетті. Мысалы, сиыр сауасын, ол тұра береді. Ал 30 минуттен кейін, 5 сауадан кейін ол ашы бастайды. Оны міндетті түрде қымызға айналдыру керек. Енді қалай сақтау керек дедім. Сондықтан да мен ойлап, сол бесіктің негізінен шоколад шығардым. Йогурт шығардым. Берім сүті адамға ең жақын сүт. Ұлытау деген атпенен шығады қазір. Көрдім мен туған жерім. Ұзақ өмір сүруге не кедергі келтіреді? Нағыз адамзаттың жауы қамыды. Неге дейді ғой деп. Ал енергиядан басқа, дәмнен басқа, одан тиетін түк пайда жоқ сенен басқа. Өйткені ол химическим путем расщепляется. Когда расщепляется, он должен выйти, покинуть организм. Он так не покидает. Ол үшін витамин В1, сосын кальций. Сонымен қосылып барып, сонда адам шығындайды, наоборот, еще хуже. Адам үлкен шығынға батады. Денсаулығы үлкен зақым келтіреді энергетически. Оның химический жолымен түгел деп тұрып айтқан. Жылдам дайындалатын тағамдар адам денсаулығына қаншалықты зиян? Сол пицца, гамбургер деген өте тез дайындалатын жағы былай қараған уақыттарда тартымды сияқты. Оның мысалы балансирован, белково, мандапин отношение жоқ. Тез піседі, жаңағы оның құрамында жаңағы адамға зиян тигізетін тұз да бар,
қант та бар. Қантты өзгертіп салғанда, сондықтан да мен оны уағыздамаймын. Бірақ енді айтады ғой, қазір заң бар, право человека дейді. Право человека на здоровье деген сөз никто не обязывает. Бірақ здоровье твое, а государство должно помогать, отвечать за свое здоровье. Ты будешь сам, мен осылай айтам. А как же государство? Государство для того создано, чтобы создавать условия, чтобы увечья не было, дороги были хорошие, электрический свет был. И в домах, например, было тепло, это обязанность государства обеспечить. А что касается быть здоровым, это твоя обязанность, это твоя ценность, это ты. Ты за свое здоровье должен, государство помогает, государство не отвечает за твое здоровье. Biz özümüzдің тілімізді сөйлей аламыз жақсы жер. Өзіміздің тілімізді шыңдай аламыз. Қазақ тілі ғана көрсетеді.